Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Қазақстан Республикасы Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2018 жылға 10 қаңтардағы 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктер атты жолдауын іске асыру шеңберінде педагогтер үшін өткізілетін бейне сабақтар мен бейне дәрістердің педагогикалық идеялар панорамасы республикалық байқауы ұйымдастырылуда. Түркістан облысы және Шымкент қаласы бойынша қалалық, аудандық білім бөліміне қарасты білім беру мекемелеріндегі бастауыш сынып мұғалімдеріне әдістемелік көмек беріліп, нәтижесінде 45-ге жуық педагогтер аталмыш іс-шараға қатысуға ниет білдірді. Бүгінде Шымкент қаласы Пушкин атындағы нөмірі 1 мектеп гимназияның бастауыш сынып мұғалімі Гүлзира Айдарқызы бейне сабақтар мен бейне дәрістерге қойылатын талаптар бойынша кеңес алуға келді. Гүлзира Айдарқызы, байқауға қатысудағы негізгі мақсатыңыз? Негізі педагогтардың арасында кең тараған әдіс алмасу мен шебер мұғалімдердің іс тәжірибелерін тарату деген іс-әрекеттер бар. Осы іс-әрекеттерді біз сабаққа ену арқылы және басылымдардан көретінбіз. Ал қазіргі таңда жаңа технологияның дамыған кезеңі болғандықтан, Қазақстанның барлық өңірлеріндегі шебер мұғалімдердің іс тәжірибелерін біз ғаламтор арқылы көріп жүрміз. Менің де негізгі мақсатым осы ғаламторға өзімнің сабағымды салып, Қазақстанның басқа өңірлеріне тарату. Рахмет, өте жақсы. Дайындық барысында кездескен қиындықтар болды ма? Әрине, сабақ барысында қиындық болған жоқ, дегенмен де қобалжу болды. Әр адам кемшіліксіз болмайды ғой, әрине. Сондықтан мен өз мақсатыма жете алдым ба, тура шықты ма, шықпады ма деген уайымдар болғаны рас. Осы бағытта қатысушы ретінде нендей өзгерістер ұсынар едіңіз? Мен осы аталмыш сайысқа, республикалық сайысқа қатысатыныма өте ризамын, әрине қуаныштымын. Және өрлеу біліктілікті арттыру институтының әдіскерлеріне үлкен ризашылығымды білдіремін. Өйткені осы әдіскерлерден бізге көптеп көмектер тиіп жатыр. Және де алдағы уақытта осы ғаламтор арқылы әр өңірлердің түкпір-түкпірінде жүрген шебер мұғалімдердің сабақтарын осындай сайыстар арқылы көбейтіп өңірлерге таратса деймін. Рахмет, сұхбатыңызға Гүлзира Айдарқызы. Сізге шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет.